дәптерлеріңіз алдыларыңызда тұр. Қараңыздар жауабы. Кімде бірінші есеп дұрыс қол көтеріңіздерші? Жақсы. Кімде екінші есеп дұрыс? Жақсы. Үшінші есеп кімде дұрыс? Үшінші есеп. Үш есебі дұрыстар бері келе қойыңыздар. Үш есебі дұрыс оқушылар ғана бері шығамыз. Тақтаға шығамыз. Тақтаға бері келеміз. Ортаңғы қатарды босатайық, балалар кезектейік. Ортаңғы қатарды босатып ауысамыз. Мына жерге отырамыз. Үшеуі де дұрыс болған оқушылар, мына бірінші нұсқаға отырыңыздар да мынаны босатыңдаршы. Босатамыз, мына жаққа да отырыңыздар. Үшеуі дұрыстар, мына қаттарға отырыңыздар. Үшеуі дұрыс, міне. Бірінің артына бірі бірінші нұсқаға ғана отырамыз. Бірінші нұсқаға отырамыз. Бірінші нұсқаға. Тез-тез отыра қалайықшы. Қалғандарыңыз тұра тұрыңыздар. Кімде екі есеп дұрыс, бір есеп дұрыс, олар тұра тұрыңыздар. Сізде неше есеп дұрыс болды? Үшеуі дұрыс болды, иә? Мынаны босап кешті мына жерге. Сендер тұра қойыңдар. Тез мына жерге отыра қойыңдар. Сон үшеу, әсет төртеу, бесеу және мына қаттардың біріншісіне отырды. Неше альфа шықты? 6 альфа шықты. Екі есебі дұрыстар. Мына жерге келіңіздерші, екі есебі дұрыстар. Екі есебі дұрыс болған оқушылар. Тез. Бір есебі дұрыстар, ана үшінші қатарға отыра беріңіздер. Бірақ есебі дұрыстар, үшінші қатарға отыра беріңіздер. Екі есебі дұрыстар, тез альфалардың қасына отырыңыздар. Альфалардың қасына отырамыз. Бұл оқушылар бетта болады. Кезектейік балалар. Тез, кім артық қалды? Тез. Неше оқушы артық қалдыңыздар? Балжан, сен артық қалдың ба? Екі есеп дұрыс, иә? Мына жерге бере ғой. Мына жерге екі бетта отырайық, мына жерге. Бір бетта отырасыздар, бір бетта. Мына жаққа бір бетта отырайық, ар жақтысына отырасыздар. Бетта. Ар қарақта тұра қойшы. Тез, бетта бар, мына жақтарына, мына екінші нұсқасына отырамыз. Біреу, екі, босата қой отыр. Тез. Неше болсыздар? Сізде артына қарақта жылшы. Ал жақсы, бер қарайық. Қазір білмей қалды, көрсеттіңіз ба формуланы? Жақсы, сіздерде? Дәрежеден қате кетті, иә? Сіздерде? Формуладан қате кетті. Дәрежеден қате кетті. Формуласы дұрыс болмақ. Уақыт жетпей қалған, иә? Мына жақта формуласын білмей жатыр. Қазір комменттеріңіз сіздерде? Есепті өзі түсінбеген, иә? Сіздерде? Формуласы дұрыс емес. Сіздерде? Формуласы дұрыс болмаған, иә? Көрсеттіңіздер ғой? Жақсы. Ондай болса, есепке қайтадан оралайық. Бірінші есептегі формула бізде немен шығу керек еді? Онмен, иә? Енің мәні бізде қайшаға тенеді? Үшке көбейте салынғаны болған, иә? 4 бүтін 10-ның неше дәрежесі? 19 дәрежесі болған қалады. Өлшем бірлігі? Жақсы. Екінші есепте не беріледі? Анау қандай? Оның дәрежесі. Бұл жерде бізде қарау керек болған лямбдамен келмейді. Қандай формуламен шығардыңыздар? Неумен шығардыңыздар, иә? Ал ұлды кернеу немен шығардыңыздар? H неу бөлінген E деген формуламен кішкентайымен шығардыңыздар. Дұрыс па? Түсінбей қалған гамма оқушылар формулаларды қарап жазып алыңыздар. Тез етіңіздер. Уақытымыз өтіп бара жатыр. Үшінші есепте бізде тек қана не берілген? Кернеу берілген. Оны қыбыжық айландырғанда қанша болды? Оның 3 дәрежесінде болды. Табу керек. Лямбда, неуді
энергияны табу керек. Ол формулалар мына бірінші, екінші есептерде тұр. Сол формулаларды қолданып, мына жерде 3 физикалық шаманы есептеу керек болған. Жазып алыңыздар, тездетіңіздер. Келесі этапқа өтейік. Жақсы. Түсінікті болды ма? Онда келесі этапқа көшейік. Уақытымыз қанша минут болды? Түсіндіруге кетті. Бізде 10-нан 0,3 кеткенде қазір келесі этапқа